Енді мынандай сұрақ, енді ержету кезеңі. Сіз ержетіп жаңа соғыс уақыты дейсіз, осы соғыс уақыттан кейін ержету, тұрмыс құру деген ойлар, иә, мысалы. Ержету енді жаңағы біздің әжемізбен қалай таныстыңыз? Сол неде Қоянды деген жерде тұрдық, отделение, ол жерде школ жоқ, анау жоқ. Қалаға келеміз, қалада кеш барды мен, әке-шешемнің кенжесімін ғой. Ол кісілерге мен 8-9-да бардым ба, білмеймін. Содан үйге барасың, ол кезде қандай жағдай болды соғыстан кейін. Оқуды да жөндеп оқи алмадым. Әке алып кетеді елге, Қояндаға оқып. Бір-екі күн сонда болды, қайтып оқып келеміз. Әр жерде жатып оқыдым. Не дейін деп. Содан әжемен қалай таныстыңыз? Селена болды оған кейіннен. 55 жылы Селена, 55 жылы шоферский курсты бітірдім. 55 жылы, 63 жыл болып тұрды. Содан автобазда жүргізуші болып істедім. Содан қош Селенадан ойда таңертеңіне кешкен жаңа жоқ. Содан 57 жылы әке қайтыс болды. Шеше жалғыз қалды. Шешемен ағай бар еді, ағайлар бөлек шығып кетті. Мен шеше екеуміз алып, шешеге қиындау болды, уже шешесінің жасы кетіп болды. Сол маған үйлену керек болды. Содан енді ол кезде мен үйленген кезде 22 жасымда ғой деймін. 22 жасымда үйлену керек болды. Содан енді Алланың несіне жазды, дәмнің жазуы ғой. Сол біздің бір ағайын болды. Сол ағайынның бір жақындары, Күлпаш папасы жақын екен өздері, нағашы болды ма, сол енді ол кісінің семьясы білеміз, бір жақсы адамдар, бәлен тұрып, сол кісінің несі бар. Сол кісіне үйленейік, мен айтсам. Барсам, бір-екі қалай барып, Күлпаш ол кезде оқу бітірген екен. Сол бір жерде бұғалтыр, совмещать еткен, осы қорғал жағында бір жересі бар. Сол кісілердің қолында болды, Артур Қош. 58 жылы, бір-екі жыл танысып жүріп, сол үйлендік. 58 жылы үйлендік. Яғни сіздерді таныс арқылы қостырды? Иә, таныс арқылы. Біреулер ана кісілер мақтап, бұл кісілердің несі, өздері бұлай ұрын-бұтақтар, нелі адам. Әжеміз ол жаңағы Ру Темеш. Өскен жері Тайтөбе жері. Тайтөбе, Ру, Майлы Темеш дейді, Спан ауылы дейді. Сол жерде үйлендік. Ал осы үйленген кездегі қандай дәстүрлер сақталды, қалай? Ол кезде асауға, ол кезде қайбір, менде жаңада бала жігіт әке қайтыс болған қайбір жағдай бар. Шеше, әке, содан қайда үйленгенде сонда керемет тойы не жасайтын жаман болған жоқ. Ұмытып қалдым. Жағдай асабы көп жағдай жоқ. Әйтсе де көнді, иә, мысалы, сіздің ұсынысыңызға үй болып қосылды. Қалада ағасы тұрды. Сол кісілер арқылы бәрі ұйғарып, мені де айтты, ол кісілер ұры-бұтақтар кісі біледі болған деп енді. Алғашқы кездері, мысалы, сіздер осы Ақмолада тұрдыңыздар, иә? Әжемен қосқан кезде алғашқы. Әке
келіп совхоздан пенсияға шықты ғой. Пенсияға шыққаннан кейін енді сол қаладан үй алдық. Мен енді сол неде автобазда істедім, сосын үй алдық қалада. Қалада тұрдық. Әке сол қалада қайтыс болды. Әке ауырды. 69 жаста қайтыс болды. 69 жаста қайтыс болды. Содан айтайын деген ғой. Экономкопешіне дейді. Содан қайтыс болды. Содан ол кезде сол бір нақты бір несі болды, друғы болды, жолдасы. Ерден деген кісі. Ол кісінің несіне бар ғой. Росписімен любой жерден дәрі бере берді. Атақты кісі болды Ерден деген. Сол кісі Қарағандыға апарам, алып тұр, бұл экономкопешіне операция жасаймын деген бірдемесі. Әкесі сұрғаша кетпей, пышақ кигізбеймін деп. Сол үйде ауырды. Сол мен әкенің несін әкемін. Әке ауырып жатты, бір айдай жатты ғой деймін. Ауырып. Сонда кешке қарай, мен үйге сыймайым. Кешке қарай жиналады халық. Анау жаңартқадан көп кісі келіп күтіп жатты. Кешке бәрі жиналады. Жиналып отырады, ананы айтады, жаңарқадан кейін кіреді. Тамақ ішеді, тамақ пісіреді. Қалпе. Қадақ бір молла болды. Қакен қалпе деймін, бір үлкен молла болды. Соғыс қасында отырды. Қалпе деген кісі, қалпе деген атақ бар ғой. Құранды жатқа білетін кісі екен. Қалпе деген атақ Құранды жатқа біледі дейді. Сонда соған қалпе деген атақ береді. Жанақадан келген кісі. Ол кісі қалпе деген сол кісі қандай қалпе деді, ұмытқан қасында отырды. Бір ай қасында отырды. Соғылы Құран оқып отырды. Әкейдің қасында отырды. Сонда әкейді сыйлағандықтарына сол жаңарқадан көп кісілер келеді. Бір келді. Әкейдің қасында болды. Әкейді сыйлағандық қой дейді. Қалада да туыстар бар, сол келіп. Кешке мен жататын, қай келдің үйіне барып жатып, потом жататын жер жоқ. Енді ана кісілер бәрі отырады, әңгіме айтады, анау неше түрін айтады. Әкейдің бар ғой. Дін жағынан әкей мықты болыпты. Мықты болып Құранда өзі шығарып. Әкейдің әкесі Исағады деген Құран әкетті. Меккеден. Сарғұран. Былай жағылады неше, осында неше түрлі нелері болып еді. Шеше, Исағазының біз, осы үй бар ғой, Исағазының шаңырағымыз біз. Әкейдің шаңырағы, мен ие болмай. Иса қажы дейтін сол қажылық кеткен, қажыға барып кетті ғой. Қажыға бір жыл барып кетті. Содан сол Исаға Құран, осы Астанада сол Құранды оқитын кісі болмады. Әкей оқиды өзі. Мешітке апарғанда оқитын кісі болмады. Шеше соны жаңарқадан бір шолақ молла дейме ғой, бір молла келіп бере тұр, бәлен түгеніп, шешейді алдап алып кетті. Шешей аңқау шешейін алып кетті. Сарғұран дейді, соны шұқалат жабылады. Сарғұран осында, естім сол Құранды жылына бір шығармаса, Құран жетімшіреп қалады деп етті. Ата енді осы алғашқы тұрмыс құрғалы осында тұрдыңыз, үй әкеңіздің үйі бар. Бірақ әрі қарай өміріңіз Жарсуат деген елді мекенде жалғасты. Ол жаққа қалай бардыңыз? Жарсуат деген жерге барып қалғаным бар ғой. Қадыркей деген ағам бар ғой. Алға 25 тысячный дейме, бірдеме басқарма ол кісі райкомда істеген. Содан Жарсуатты көтеру үшін, Жарсуат деген развалины колхоз болыпты, развалюха. Ақмола облысы, Астрахан ауданы. Соған көтеріліп жіберген ғой. Ол 60-60 жылда. Содан ол кісі сол жаққа барды. 60 жылда. Жоқ,
Қадыркей деген ағамыз, туған ағам. Сол кісі жалғыз барды, ол кісінің сол жерде туғаны жоқ, жұмы жоқ, шақта маған келіп не салды. Келсе бәрібір Астанада не жоқ. Ақмолада жағдай жоқ. Меруерт жалғыз бала. Сол меруертке біз не таба алмадық, сүт таба алмайсыз Астанада. Магазиндерде сүт жоқ. Малды бір малымыз бар еді, мал ұстатуға разрешение болмады. Сосын шеше сүт іздеп кететін ғой. Содан енді ойладым, ағайдың бір тілін алайық, бір жыл барып келек. Үйіміз болды, осыны үйді пәтерге жіберіп шеше. Содан бір жылға барып келем деген кісі, айда күлі жақсы уақытым сол Жарсуаттан өтіп кетті. Сол Жарсуаттан пенсияға шығып бірақ келдім. Бір жылға барам деген кісі. Осында үйім болды, анау. Бұрын Карл Маркс дейтін, сосын ана жағында Абдеев, сол бұрышта үйім болды. Қазір сол жерде неме? Қазір Кенесары Уәлиханов көшесі. Иә, ол бұрышта әлгі налоговый тұр сол жерде үй болған. Сонда шеше сол үйді не істегенін де білмеймін, пәтерге жіберген. Содан кейін өзі сатты ма? Біз ол жақтан уже жұмыс таңертең кетеміз, кешке келеміз. Жұмыс болды біз. Сол ағай шақырып, ағайдың көңілін тастамай бір жылға барам деп, жақсы уақыт еді. Сол балалы болды, Маржан туды, сол Меруерт қалада туды. Өңгілері бәрі 8 бала туды, 8 бала болды. Үй салдыңыз? Үй салдық, қатардан қалмаймыз деп үй салдық. Біреуден артық, біреуден кем болып, орташа жақсы, еңбекке байланысы бар өзім. Күні түні еңбек жасадық. Еңбекпен өстім, еңбек жеңді. Еңбек жеңет екен. Енді осы Жарсуат деген атау, қазір кезде де ауыл бар, бірақ оның жағдайы да нашар болып жатыр. Естігенім бойынша кісілер кетіп жатыр ол жақтан. Қалғандары енді малмен күнкөріс. Осы Жарсуат ауылының атауы өзі қайдан шықты? Өзіңіз естігеніңіз бар ма? Оған дейін қандай ел тұрды? Ол жерде Шырокын, Қапшақ, Қалқаман, Қақсал, Шырокын. Основной. Өте руға бөлініп, солай не болып тұрады екен. Халқы, әртүрлі халық жұмысқа аса колхоз болған ғой. Колхоз. Халқы қыстай колхоздан тамақ анау-мынауды алып, вечный долгы болады екен. Вечный долг. Не кете алмайды сол жерден. Содан колхоз уақыт, сол колхоз. Бізде енді сол халықтың жағдайы жақсы болмаған екен. Мен көріп барғанда ойпалай нашар тұрды халыққа. Нашар тұрды. Содан біздің ағайды соған жіберген ғой, көтерді. Ағай көтеріп, енді көбінесе жұмыс істемейді ол. Орталықтан ұрлайды, жұмыс істегісі келмейді халық. Содан ағай барып көтеріп, халықты жұмысқа тартып, жақсы болды деп, ағайдың еңбегі көп болды сол болды. Ақыры ағай сол жерден пенсияға шықты, кейіннен сақпаз болды. Ағайдың еңбегі ойбай, масқара бар, күні түні істеп, әлгі нелерді жалқауларды жұмысқа салып, кеңестік сол заманғы идеология бойынша партияның жұмысымен сол ағай сол өзі көп еңбек жасады. Зейнетке шыққаннан кейін ол кісі кетті ғой, зейнетке шықты, зейнетке шықса да істеді біраз. Күшіне былай әл ауқатына байланысты болды, содан қалаға қарай келді, қалада больница жақын емделу керек болды, анау. Ол кісі енді Қадыркей деген кісі туралы естігенім бойынша біздің Хамит атамен жақсы қарым-қатынаста болған соң. Екеуі жақсы, ол кісі парторг болды,
Соғыс ардагері. Соғыс екеуі де соғыстар. Біздің ағайда партолог көп істеді. Неде райкомда істеді ғой. Райком партияда істеді біздің секретарь болып істеді біздің ағайда. Сосын Калинин МТС дейді, бұл МТС бұл. Калинин МТС, Первомайкада Калининский МТС деген бұл. Соған ағайды позвонил МТС деп секретарь қылып жіберген екен. Сол ағайды көп, Калинин МТС, зона Калининский МТС дейді. Жарты Астрахан районы жартысы сол Калинин МТС-не неді, мына жақта точка нелер болды ғой. Солардың бәрі Калининский МТС-ке қарады. Көп жарты несі. Сол ағайды қойып жақсы мақтайды. Сендер де сол Калинин МТС-не қарады. Ал енді осы кісінің жаңағы естуім бойынша шынында рас емес пе деп сізден сұрайын келіп тұр. Осы жаңа екі осы атамыздың Қадыркей және Хамит атамыздың келісуі бойынша ма, мысалы менің мамам мен папамның қосылуы. Иә. Келісушілік. Оқысы екеуі дос болды, екеуі жақсы. Мүмкін, ол жақсы. Енді дәметті неге жіберді ғой. Петровқа мұғалім жіберді. Петровқада мұғалім болып істеді. Қалижандар Қалижандар неге барған жоқ осы кезде? Жасотта болды ғой. Оған дейін болған шығар. Оған дейін болды бұл 70-ші жылдары. Иә, содан кісілер енді екеуі дос, ойбай сенің немерең екен, менің де немерем. Екеуіміз құда болайық деп, екеуі ақылдасып, екеуі дос. Сол енді ана кісі де біледі, несін ұрғытағын бұлай, бұлай тегін біледі, тегін, қазақта тегін, тегі жақсы болса, қызыңды тегін бер деген бар ғой, тегі жақсы болса, баланы тегін бер деп айтады. Бұрын бірдеме сұрайды ғой, енді қазір ондай, біз ондайды біздің жағдай қалың мал, анау деген болған жоқ. Балалар өзі по согласию, содан тойын жасадық, екі жақта ағымын жасап. Сол енді жеңіл желпі әлгі костюм шалбар, анау, мынау. Ал енді жаңа Қадыркей кісінің өзінің ұрпағы қалды ма, бар ма кісілер? Қадыркейде ол кісіде бала болмады. Жеңгеміз бір бала болды да, жеңге сол аурушаң болып, жеңге бала одан кейін бір бала болды. Жаста қайтыс болып кетті, содан кейін біздің жеңге ауыр бала болмай қалды. Содан Навалешан асыра болды ғой, ағасының баласын. Бауырына сап, өзінің атына фамилиясына салып, қазір Алеша Қадыркеевич. Қадыркейұлы. Енді жаңа үлкен ағаңыз туралы айттыңыз, енді тағы бір екінші аға туралы айтсаңыз, Жүсіпжан Сейпішұлы соғысқа қатынасқан кісі, соғыста қайтып келген кісі, ранний болып, қолынан жарақаттанып келді, офицер болды, соғыс офицер болып, бір взвод па, бірдемен басқарған, соған 4 жыл болып, соғыстан 4 жыл болды, 44 жылы келді жарақаттан. Соғысы көп неде істеді. Не жақта? Қай жерде анау? Қай жер? Жұбановда, сол жақта. Содан жеңгеміз лаборант болып істеді. Содан енді әлгі не уақыт болды ғой бір. Қай жылдары бір әлгі участоктерді жақсы көтеріп, соғысқа барғандарды сөйтті ғой. Үй беріп. Содан бұл кісі сұраған ғой үй берді. Ана мәне ойбай. Үй бар, бәлен бір тұрғы ғой. Благоустроенный алғысы келіп бұл жақсы үй алды. Содан обкомға жазады ғой. Обкомға жазса, бәлен түгіл обкомға дәл қатып бармайды дейді кейде. Обкомға жазға орталықта қалыппайды дейді. Белгісі келмейді. Содан біреу айтыпты дейді. Ай сен?
бұл жер саған үй бермейді. Сен Москваға жар деп, Устинов, ол кезде әлгі министр обороны Устинов деген болды. Сосын айтыпты, сен хатты жар жақсылап тұр, үйге. Сосын Москва баратын пойыз бар ғой, сыртындағы не бар ғой, соған сал депті. Соған салып жіберген. Содан кейін қош. Біраз жана кейін не кепті. Выдать такому бәлені үй бересен деді. Обкомға келген ғой. Содан бір лист не кепті. Содан ол кісіге ойбай, біз үй беретін болдық, сізге бәлен тұғым. Обком шақырып, сізге үй беретін болды бәлен. Естіп отырмын деді, иә, сендер беретін болды. Ар жақтан дүмбу келген. Шкомты үй берді ғой. Соның арқасында. Абы жақта көрдің бәне, шырат болып, даже қатты, обкомға қатты да бармайды дейді. 30 жылда қалып қояды. Жақсы енді, ата енді біз енді осылай қорытылай келе. Жастарға айтатын өсиет, осы жастар қалай тәрбиелеу керек, оларға дұрыс жол, ақыл кеңес, өзіңіздің өмір тарихы, тәжірибеңіз бойынша қандай не айтасыз? Қазіргі жастар бар ғой, қазіргі жастар жаман емес, тәртібі де жаман емес. Қазіргі жастар бірін-бірі жақсыларды көріп, бір-біріне соған ұқсаймыз деп, бұлай стремлениесі бар. Жастардың бұрынғыдай әлгі жаман привычкалары жоқ қазір. Бұрындары арақ ішіп, анау-мынау болатындар. Енді ішінде әреті кездесетін шығар, бірақ көп жастар қазір жастарды жамандамайды. Жастардың енді ішінде болады. Енді нелеу, бірақ жастарды біздің қазақтың жастары енді кішкене біраз нелер бар, бір-бірін көріп, стремляться етіп нетуге болады. Бірақ оған қазір қайда барсаң ақшаның несі. Қайда бір қызметкер, бір екі өзі түсе алмайды. Неге десең, жақын тамыр, жақсы болады. Тамыр керек, таныс керек. Екі өзі барып кірейін десе, оған ақша сұрайды көп. Оған кейбіреулер бар, кейбіреулер жоқ. Негізі жастар жаман емес. Жастар жақсы. Жастарға қандай? Жастарға мен айтатыным, алға қарай жақсылардан өнеге алып, алға тарту керек. Сосын көп үйге де болса да көп енді кейбіреулер бар, көп біздің жағын енді кішкене жалқаулықтар бар енді, жалқаулығымыз да бар енді, оған жалқаулығымыз бар. Бірақ кейбіреулер бар, осы алға тартып, жақсы семья болып, жақсы үй болып. Көбінесе қазіргі жастар енді жалқау деп бұрынғы кеңестік стереотип қазақтарды жамандау сияқты солай танытып, сонда жастар жалқау емес, енді жұмысқа бейім. Жастарға былай мен айтайын, бұрын жастарды премия беріп, жастарды ынталанып, бригада құрып, жастарды сондай өнеге тартып, ондай қазір ондай организация жоқ. Жастарды біліп, ертелі бар, білесің, комсомольская организация деп жастарды құрып алып, бригада құрып, сол бригадамен алға тартып сөйтуші еді, білесің сол жағдай. Совхозда болса да, комсомольский отряд, комсомольский строительный отряд, нелер алға тартып болыңдар давай. Қазіргі кезде де бар ғой, мысалы, жасыл ел. Енді бар ғой, оған баратындар не. Ал енді жастарға айтатыным, жастар жақсыдан өнеге алып, алға тартып, семья болып құрып, енді оған енді әркімнің несі келе бермейді, әке-шешесіне сенеді. Кейбіреудің әке-шешелері жақсы тұрады, соған сенеді. Қазір енді мен жастарды жамандамаймын. Жастардың қазір жаман емес жастар, бірақ әр жерде кішкене нелер бар. Рахмет ата, енді сізден бата сұрасақ, осымен қорытындылаймыз. Сізден ақ бата,
Илемин деп. Иә, елімізге амандық берсін, басымызға тыныштық берсін, дені саулық берсін. Алла отанымыз ұлғайып, келешекте жастарымыз жарқырап өсуге жазсын. Аспанымыз ашық болып, жүрген жеріміз жазық болсын. Алла тағала отанымызға тыныштық берсін, елімізге гүлдеп өсуге жазсын. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Аумин. Ал рахмет ата сізге. Бүгінгі енді осы кішігірім сұхбатымыз аяқтауға басты. Жақсы, рахмет сізге. Сенді миып көргенде өзің бір аушан көрмейді. Жігітке асылдар манадай елдеріп соқса жүрегің өрт болып лаулап жанғандай. Күлдімдей қара көздерің ай менен жұлдыз көлімде басталып жастық көктемей. Қабыл болып, тілеген тілектеріне орындауға жатсын. Мынау бір еліміздің үлгілі семьясы болуға жатсын. Денсаулықтары мықты болып, ойлаған мақсаттарына жетуге жатсын. Денсаулығы сау болып, махаббаттары берік болсын. Деген жеріне жетіп, аспандары ашық болып, жүрген жері жазық болсын, өмірде бақытты болсын.